Сәлем қаласыздар. Әлихан деген мектепке ағасылып, мынандай қылып аяғына жинап қойыпты. Осының ішіне қоя салайын, мынандай ыдыс, бос ыдыс тауып алыпты да үйде. Бүкіл киімдерін шашып тастаған ғой. Күнде қашан мектеп дейді. Мектеп басталған дегенше уже заттарын, киімдерін бәрін бүйтіп шығар деп тұрмын. Оны қайта ет. Ұйқыдан тұрады да киіп алады. Мектепке қашан барамыз деп. Сондай батникте алған. Үйдің бәрін үйге киіп тастады. Кроссовканы алғансы үйге киіп тастады. Алиханды жамандап отырмын. Несі қайда, коробкасы қайда, пакет па? Бәрін, новый носки, бәрін киіп тастаған ғой үйге мына бала. Күнде кие береді. Бұларды мен жоғарыға алып қоймасам, очкиін салып қойшы ма орнына. Сынып қалады. Шығарыпты. Альбом, цветной бумага, фломастер, бәрін бачеттен шығарған. Қырып тастапқан бәрін. Мама дұрыс айтып отыр, дұрыс. Мен де фломастерін бачеттен шығарып тастады ғой. Қашан мектепке барамын, мынаның бәрін қашан қолданамын. Ой, немене шақыра бересің? Бұны мен жоғарыға алып қоям енді. Неге алдынан бір жоғарыға алып қоймайсың енді десеңдер. Бәрін ерте алып алдық та, енді осылай үйде ойыншық болып жатыр. Күшті, мына сомкасы ұнап қалды маған. Миниатюрный, кішкентай. Şimdi осылардың бәрін қазір мен тығып тастаймын Алиханнан. Бір-екі киімді жуып, машинада жатқан киімдерді жуып далаға жайып қойдым. Но үйде тұрған киім. Үйде тұрған нелер. Оларды не істеп тастау керек, жинап тастау керек уже. Кішкене өтекке басып, баспай қоям, аппатемақ болып тұр. Қайттан кроваттарына жауып тастай салайын қыздардың. Яқтан басқасын алайын ба әлде. Солай жинап тастай салайын. Мен қазір Ангеликпен бірге бәріміз шығайын деп тұрмыз. Үйге хостовар, анау заттар алып қоюым керек. Соған қарап жатырмын, үйде не бар, не жоқ. Бар болса да, бір штук болса да алып қоя берем, потому что артығымен тұрған жақсы көрем. Бірақ мына зақ деген былайынан толып тұратын еді, уже азайып жатыр екен. Тағы да алып қоюым керек. Тағы да қазір порошок алам, мынандай сразу етеу алам, мынандай алам біреу, мынау бар, сонда да тағы алып қоям. Маған білмеймін, тряпка, майлық дегендер шақ келмейді. Сондайлар алып қоям тағы да. Екшеу губка алуым керек, мынандай салфетка тоже өте көп қолданамыз. Барлық өте көп қолданады, сол үшін екеуден прям көп алып қоям. Сабын міне уже байып кірсем, мен бұны уже ваннаға қоюым, жуынатын жерге қоюым керек. Осындай сабындар, мына жақсы көрем, мына сабынның иісі күшті, прям көп алып қоям. Не бар тағы? Бізде щеткілер артығымен тұрады, сонда да тағы алып қоя берем, паста алып қоям. Мынау заттарды қарап жатырмын, не бар, не жоқ. Қазіргі магазинге тез кіріп алып шығам. Ауыстырып қояйын. Сіз таусылдыңыз. Мен сізді ауыстырып қояйын. Қалай ашып еді? Біз сыртқа шығуға дайындалып жатырмыз. Мына жақта екі қыз хайбай. Неге ұрсып жатсыңдар екеуі? Егіз болып киініп алған екеуі. Егіз қозы болып. Төсектерін жаймайды екен, бұлар кигізбейді екен, жастықтарына киім кигізбейді екен. Төсектерінің үстіне төсеніштерін жаймайды екен. Анеля, қойшы тұра берсін, ападен болып тұр, еш нәрсе қылмайды.
Күшті жыладыңдар ғой екеуің екі жаққа. Жүр, не керек саған? Шоппер, анау мынау алдың ба заттарыңды, Ангелик? Қазір аламын. Анеляны ағылшынға тастаймыз да. Бүгін Анеляда қандай ағылшын сенде? Өзі ағылшын. Мисс Кәусардың ағылшынына барады бүгін. Ал біз сол уақытты пайдаланып, үйге анау мынау заттар алуымыз керек. Продукты болғанда. Продукты емес ау. Хостовар алуым керек. Шығамыз қазір уже кеп қалды папаларың, жүр. Хость қылас алыңдар. Осының алдында Я 15 не минут бұрын айтып знаю, едім ғой, қандай папа прическа неге жасайтындарыңды. Айта берем, кеп қалды әне, келді әне деп айта берем, тұрыңдар. Қызым. Ол негізі менің қызым. Просто ойында бұл қызым да. Мен одан дәумін. Көрдіңіздер ма? Кішкентай. Басы дәу тек менен. Резинка. Ей! Не істеп жатсың? Беті құлағымда егіз. Жынды. Көрдің ба? Әдем болып кетемін. Сөйтіп бірге жинап жүретін. Ана комментарийде жазып жатыр, сен бетің ақ болғаны, ол ішінде құрты бар дейді. Докторсыңдар ма не түсіні? Негізі менің қолымда. Біз анализдер енді тапсырамыз, направление берген жоқ әлі. Ертең Барып тағы да направление сұрауымыз керек. Сосын барып белгілі болады бетін несі не екенін біз білмей жатыр. Біреулер бірдене дейді, біреулер құрт дейді, біреулер басқа. Жерің бетші. Кел, Ангелик, тез бол. Кім дәрігер болғысы келеді? Айтыңдар мені. Құда қаласа өсіп дәрігер болып, мен бетімді емдеп беріңдер. Яма десін. Түсінді емдей салыныр. Өскенше сөйтіп тұра бере ма? Я вас люблю. Бой-боймен тұр. Телефонға тыныштық бермедің ғой, Аяна. Көзім жасарып кетті бірден. Бер, кішкентай резинкама бер. Қолына сұртым. Тәтекеміз егіз біз. Мен оны Бірдей болып жүру керек па осылай? Иә. Айба. Маған ұнайды. 2 минут болып кетті уже ше. Ұнайды маған. Деп жүреді Алихан жет чыпа деп шеп боласын. Камераны ал. Қамдан алып жүрген Осы видеоны кішкентай ласке қылып жібере. Болды сөйлемеймін. Ұнайды маған. Ұнамайды саған. Ұнайды маған. Екеу екі түрлі қалды, еш нәрсе алмайды. Кете бер. Осылай. Шығындармен шығады қазір үйден қыздар. Шығулары қиын үйден. Мен шоперімді дайындап жіберейін десін. Шопингке барасың ба не? Бізде Аякош осындай күшті кітап алды. Кеше констабар алған кезде ертегі кітап. Осы блогта болмаса келесі блогта сіздерге ертегі оқып берем. Кішкентай ғана іні сіңілдеріңіз болса тыңдап отырады. Тыңдап отырмаса тыңдап қойыңдар. Күшті ертегілер бар ішінде. Тышқан, ит және мысық. Ертеде ит, мысық және тышқан үшеуі дос болыпты деп осылай күшті қылып оқып беремін. Міне, қараңыздар. Шығыңдар. Наны білмеймін, Аякош берді маған. Осындай заттар алуымыз керек деп. Так, примерно осылайнан жазып алдым. Но бізде Анеляның ағылшын курсына төлеп кетуім керек қазір. Уже 5-6 или білмеймін, короче, біраз болды барып жүргеніне. Сосын мынау алатын өзім ақшаларымды алып алдым. Мен негізі наличка ұстағанды жақсы көрем, ақшаны осылайнан көп жұмсалмайтын сияқты. Сосын қолыммен ұстап үйде көріп отырам, қанша ақшам бар, қанша ақша қайда кетіп жатыр деген сияқты. Осыларды қазір мен алып шығамын осылайнан. Аянаның өзіне қалсын. Машина күтіп тұрмыз. Ангеликті сабағын апарып тастадық. Сонымен магазинге бар жатырмын. Мұнай жердің бәрі
бірақ қауын, қарбыз. Қауын алуымыз керек. Біз биылдық әлі қауын алмадық, иә? Ангелек алдық, қарбыздар алып жатырмыз, ангелек алып жатырмыз, бірақ қауын алмаппыз. Құдай қаласа қауын алу керек. Айкөс екеуміз магазинге келдік. Қостовар намыналарымызды түген деуге. Мен алатын айлықтар қайда? Өшілерде бар еді. Не аламыз? Сабын, салфетка бәрін алып алайық. Айкөсе. Ана ұстай тұр. Мына жақта міне неше түрлі майлықтар тұр. Осылардан көп-көптеу мен алып алуым керек. Алатындай түрлері жоқ екен. Сосын осындай түрлерін ала салдым. Басқа түсі жоқ па? Жоқ екен, розовый түсі жақсы. Бір жасылын, бір фен. Айкөс екеуміз алып алдық. Осынша қостовар алып алдық. Айкөс екеуміз. Ойбай, едген машина мына жақта. Айкөс екеуміз енді басқа магазинге келдік. Бұл жақтан біз паста алып алуымыз керек, шампунь, сосын базовый тамақтар аламыз. Май, ұн, сары май, рашки, күріш деген тамақтарды алып аламыз. Аушан, детский қайда тұр, Айкөс? Детский пасталар қайда тұр? Каз аламыз, бірінші тамақтарды алып алайын. Енді күріш алуым керек, сразу 5 килограммдық ба. Жүр, Айкөс, маған көмектес жүрген адам ғой бұл. Тәтең шығам дегенше үлгіруіміз керек екеуміз. Осындай печеналар күшті шай ішуге. Машинада жемейсіңдер, бүлдіресіңдер бәрін. Қайсысын аламыз, қай түрін аламыз? Осы әртүрлісі. Срогын көрейік, бар ма? Мына жақта қолдың творка, күшті екен бәрі тұр. Сметан, сразу қолдың сметанын аламыз. Осындай жемдет, Аяна. Пакетін жыртып алдым ғой. Пакет жыртып қалды ма? Осылай алып алдым. Базовый деген тамақтарды. Ангелектің шығатын уақыт болып қалған шығар. Бургер алып алды 2 кісі. Қарындар ашып кетті. Магазин аралаймыз деп. Біз Ангелекке келдік, күтіп тұрмыз. Ангелектің сабағы осы жерде. Мюнхгаузермен өтетін сабағы осы жерде. Звондадым, қазір мен бір тренд түсір жіберейін, сосын шығам дейді. Біз осылай машинада күтіп отырмыз. Мына жақтан Эйлем, мына жақтан шығады. Ангелек шығып келе жатыр. Асықпай тәтем суретке түсіп жатыр қыздар. Біздің де досы бар екен. Сәлем. Привет. Қалай сенің жағдайың? Жақсы менің жағдайым. Жүр кеттік, қарның ашты ма? Иә, күрішке жейді. Сан бургер. Бауырсақ анамны алуға келді. Мынандай күшті әділер. Осындай бауырсақ алып жатырмын. Мынандай пирожный шайға. И блинчик күтіп тұрмын. Күн қатты ыстық, үйге келдік. Балалар уже Анелек пен Аяна бүкіл продуктыны реттеп тастады. Мына жақта шамал-шамалар қалды. Ұмытпай сода алыппын, қайта содан біраз. Алиха молодец. Сабындар тасып жатыр екен. Сода деген. Ұмыт кетпей алыппын деп қуанып отырмын дегенім ғой. Олар қалғандары жайғастырып жатыр. Ангелек осындай томат. Мен бұны қатырып морозильникке салып тастаймын. Осындай үлкенін аламын. И алмұрт алыппыз. Жұмсақ күшті алмұрт. Бұларды да қазір шаршап отырмын. Бұларды жұмсап қойып отырмын. Мына жаққа қой, мына жаққа қой деп. Мына жақта алма, сәбіз, картошка, банан, құрт. Носкиге дейін алыппын ғой. Жолда кездескен ала бергенмін ғой. Носки алыппын. Мынандай капсула 2 алдым. Біреу көк, біреу розовый. Кішкентай қалды. Біразын жайғастырып тастады. Ангелек молодец. Иә. Келіңіз қой бізге неге? Ой, Алихан жейін деп қазір бауырсақ алды. Мына блинчик пісіп тұр екен. Күтіп тұрдым, шамал алды. Свежий қазір шаймен ішуге. Анелі күшті ғой реттестіріп жатыр. Міне холодильниктің ішіне осылай нан салып қойып жатыр. Бәрін реттестіріп, қазір енді сәбіз салып қояйын деп тұрмын.
ішіне осылайынан салфетка төсеп қойыпты. Осылай сәбіздерді ертеңмен былайынан салшы. Сәбіздерді ертең чоркадан өткізіп, бұларды қатырып тастаймын. Қатыруға дайындалыңдар. Мен сағыртқанда сеп өлдім. Все, ана қарбызды шығарып қояйын. Мына жаққа да қазір шамалы заттар бар. Қоямыз. Білмеймін, күнде тамақ аламыз. 2-3 күн сайын тамақ аламыз. Бірдеңе ше. Қараңсында. Неге? Егіне кетін не ғой? Топырақ, я? Қазір шығарып қояйықшы. Айкоси алмаларды жуып, сүртіп, салайын деп тұр. Молодец. Мынаның іші су емес пе? Қаршы, мынаның іші суысы алмалар. Су бұл. Неғып кетеді, тез-тез бұзылып кетеді. Алмалар дұрыс. Негізі бұл магазинге бару деген осы жерден басталған. Порошок бар, тағы да алдым. Мынандайлар алдым. Екеуден. Неге? Бұлардан үй салайын деп жатырмын ба? Негізі бұлар көп қолданылатын заттар. Тез таусылып қалады. Мына неға сыймайды ғой. Мен андай тағы біреу алдым ғой еще. Қалай болып кетті? Еще осындай күшті жапқа алдым. Айтпақшы, мен бұны көрсеттім жаңа магазинде. Неше штук бар екен мұның ішінде? Өте шамалы бар екен ғой. Тағы да қоя салайық. Біздің Гүмей тәте деген артығымен қоя береді. Ала береді, артығымен алған жас көреді. Мына сияма өзі. Ойба, неше сан болып кетті мына жерде. Болды ма? Мына қырамандай тағы да басты бар екен. Болды. Мына жақта да шампуньдар бар екен. Тағы да тұра берді. Ангелектің видеосын көріп, шай ішіп отырмыз. Менде творог, сметан, кішкене сгущенкамен и банан. Солай шай ішіп отырмын. Ангелекте осындай булочка или творог, білмеймін, какаомен. Я? Какао ма или шоколад па? Балалар телевизор көруге кірісті. Қазір шамалдан кітаптарын оқытамын. Кітаптарыңды оқыңдар, ағылшын оқы, орыс тілі оқы, қазақша кітаптарыңды оқы деп. Мен осындай кішкентай ғана брокколи алдым. Әлихан жем деп кішкентай кездерінде өте көп істеп беретін мен балаларға. Цветная капуста, брокколи, кабачок дегендердің бәрінен пюрелер жасаймын, әртүрлі жасап берем. Мен сол кезде жақсы жейтін. Қазір өскен кезде бұндайларды мүлде жемей қойды. Бәрінің балалары сондай шығар деп ойлаймын. Мен бұны қазір осындай кішкентай ғана өзі жұмыртқамен қуырамын. Жақсылап жуып, жұмыртқамен қуырам. Сосын балалар жеп қояды. Бізге мынау керек. Брокколиді суға пісіріп алдым. Сонымен қуырып жатырмын жұмыртқамен. Жұмыртқаға шамалы ұн қосып жібердім. Кішкене тойымды болсын деп. Балалар күшті кино көріп жатыр. Ұлы дала баласы деген кино. Бұрын кинотеатрда көргенбіз. Мен сәл демалып алып, сковородке тиісіп жатырмын. Осы жері май болып кеткен ба. Әзелет сеуіп қойдым. И газдың бетіндегі темірге де әзелет сеуіп қойдым, далаға шығарып. Осылай әзелет сеуіп тастадым. Үйде иісті алады әйтпесе. Үйдің сырты да біткен жоқ әлі. Деп жылап кеттім ба. Ладно, короче, осыған тиісіп жатырмын. Енді мынаған тағы да сеуіп қоюым керек. Жоқ, тиіспе, мен тазалап жатырмын. Бәрін жуып тазалап орнына қойып қойдым. Влогты осы жерден аяқтайын достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.